Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы Word мәтіндік редакторы. Сабақтың мақсаты: таңбар естірін, пернетақтаның орналасуын, мәзірді басқаруды өзгерту үшін клавиштерді пайдалану. Енді оқушылар, сендер мәтінмен жұмыс істейсіңдер. Сендер оны қолмен дәптерге, қағаз бетіне жазасыңдар. Ал енді информатика сабағында осы 90-нан бастап компьютерде мәтін тересіңдер пернетақта арқылы. Жалпы балалар, редактор дегеніміз, редактор латынның редактус, ретке келтіру, мәтінді тексеретін, түзету жасайтын маман. Осындай қызметті орындайтын компьютерлік программаларды редакторлар деп те атайды. Мәтіндік редактордың түрі көп. Солардың арасында мүмкіндігі жоғары Word редактормен танысайық. Word мәтіннен тұратын құжаттарды дайындауға арналған мәтіндік редактор. Microsoft фирмасының офиске арналған программалық өнімі. Word редакторының терезесі WordPad терезесіне ұқсас. Екі редактордың негізгі айырмашылығы тек олардың мәтін өңдеу құралдарының мүмкіндігінде. Мәтін тереу ережелері, файлды ашу, сақтау, көшіру, кірістіру, түрлі түсті қаріптермен жұмыс құралдарының айырмашылығы жоқ. Яғни бізде Microsoft Word, ол WordPad бағдарламасына қарағанда мүмкіндігі өте жоғары. Сол себепті де біз Wordпен жұмыс жасайтын боламыз. Бұл жерде енді мәтін Wordпен таныстыра кетсем, мінеки ол бізде Microsoft Word ашылу жолы. Ол бізде қайтадан ашып көретін болсақ, бізде бас мәзір, все программы, оның ішінде мінеки Microsoft Office, оның ішінде Microsoft Office Word. Менде мысалға 2007 жылғы версиясы тұр. 2010 жылғы нұсқасы да бар. Ал ендеше ең бірінші ол бізде ең бірінші тақырып жолағы. Мына жерде тұрады тақырып жолағы. Одан кейін мәзір жолы. Осы жерлерде біздерде мәзір жолы дейді. Одан кейін үшінші ол бізде құрал саймандар. Мінеки біздерде құрал саймандар орналасқан. Осыны құрал саймандар алаңы дейді. Одан кейін айналдыру жолы. Мінеки астыға, үстіге айналдыру жолағы. Одан кейін бесінші ол бізде сызғыш. Сызғыш жазуды мына жерден бастауға да болады, мінеки. Немесе өз орнынан бастай беруге де болады. Жұмыс алаңы, алтыншы осы жерде бізде жұмыс мәтін теру жұмыс алаңы. Қалып күй аймағы. Мына жерде біз мысалға біз ашқан құжатымызда неше бет бар, бәрін қарауға болады. Одан кейін ең соңғысы масштаб. Яғни масштабын бүйтіп үлкейтуге де болады. Немесе азайтуға да болады. Енді ары қарай жалғастыратын болсақ, енді біз жаңағы пернетақтамен танысатын болсақ, бізде міне осындай пернетақта. Пернетақтада бірнеше көптеген мүмкіндіктер бар. Сол мәтіндік редактордың мәтін теру ережелері. Бас әріпті енгізу үшін Shift пернесін басып, жібермей ұстап тұру керек. Бас әріптерден тұратын бірнеше сөзді жазу үшін Caps Lock пернесін қосамыз. Тыныс белгімен сөздің арасына бос орынды қойылмайды. Бос орын тыныс белгісінен кейін қойылады. Мысалы, кітап, дәптер, қалам. Сөздерді тырнақша немесе жақшаға алып жазғанда бос орынмен ажыратпайды. Мысалға, информатика журналы. Меңзерді жолдың басында Home, ал жолдың соңына End пернелерінің көмегімен жылжытуға болады. Ендеше мінеки бізде Shift батырмасы бас әріппен жазу үшін, Caps Lock бізде бүкіл жаңа бірнеше сөзді бас әріппен жазу үшін, бос орынды қалдыру үшін мынау пернесі, өшіру пернесі. Осымен біз онлайн түрде мен мәтін теріп көрсетейін. Мысалға, міне Shift-ті басып, мысалға осылай кіші әріп болып тұрады, барлығы Shift-ті басып, мысалға арман деп жазайық.
Одан кейін жазуға айтатын болсақ, бүйтіп бірге кетіп қалады. Міне өшіру батырмасы. Мінекей мынаны бір рет басқанда үлкен пернені ортасы ашылады. Арман, мысалы аңсар деге, аңсар мысалға. Ендеше қарайық. Одан кейін бірнеше әріппен тұратын сөзді біз бас әріппен жазсақ, мектеп дегенде міне капслок батырмасын басамыз. Мінекей бүкілі үлкен әріп болып кетті. Мектеп. Мына жерде shift батырмасын басып тұрып басатын болсақ, ол кезде кіші әріпке айналып кетеді. Капслок үлкен әріппен. Бір ғана әріпті басу үшін мінекей shift батырмасын басамыз. Мынау бізде өшіру, мынау enter батырмасы бізде астыға түсіру. Мінекей біз астына түсіріп жаза береді екенбіз. Мінекей балалар, біз жаңағыдай біріншіден Word бағдарламасымен таныстық, одан кейін пернетақта мүмкіндіктерімен, курсорды ауыстыру. Бізде мысалға қазақ алфавитімен жазған кезде, астында мына жерде қазақ алфавитін қойған кезде өтір нүкте бізде мысалға бұл пернеде мына жерде тұр ғой. Ал енді қазақ алфавитімен жазған кезде бізде өтіріміз 6-да тұрады, нүктеміз 7-де тұрады. Соны ұмытпайық балалар. Әр тілге қойған кезде ол өзінше бір жаңағы ауысып отырады. Мінекей мен мысалға қазақ тіліне қойсам, нүкте қоятын болсам, мінекей 7-де. 6-ға бассам өтір шығады. Енді мына жерде де үлкейтуге болады менюда. Мінекей негізгі біздің өлшеміміз үнемі 14 болу керек. Ең негізгі қолданылатын ол жаңағы Times New Roman деген стилін Times New Roman болу керек. Одан кейін 14-ші көлемі 14. Осылайша біз мәтінді теру арқылы жұмыс істейміз. Ендеше балалар, бізде сіздерге қазір мен үй жұмысын беремін. Үй жұмысы ол кітаптарыңызда бар. Кітаптарыңызда 65-ші бетке орналасқан осы мәтінді компьютерлеріңізді іске қосып, Microsoft Office бағдарламасының ішінде Microsoft Word'ты ашып, өнер деп басталатын осы сөйлемді жазамыз. Өнер арқылы өмірде болған оқиғаларды өзгертіп, түрлендіруге, көркемдеп жеткізуге болады. Өнердің көмегімен адам өмірдің мәні, қоршаған ортаның сұлулығын түсіндіріледі. Өнер түрлеріне әдебиет, музыка, мүсін, театр, кино тағы басқалары жатады. Ендеше осы мәтінді балалар компьютерге теріп, арасында бос орындарды қалдырып, бас әріптермен жазылатын сөздерді бас әріппен, өтір қойылатын жерге өтірін қойып, барлығын жазып, маған жіберетін боласыздар. Осы тапсырманы орындаймыз.